жұма күні анау миск себінеміз ғой, әдемі театр. Бұл шайтанның, жындардың ең жек көретін исі ғой. Сіз миск себініп шыққан кезде олар неше километрде алыста қашады екен сізден. Неге? Сіз олардың ең жек көретін сасық иісін себіп алғасың да денеңе. Біз үшін хош иіс ол. Анау нең мисігің әдемі екен, бере тұр, қандай түрін көрейік деп, ана әдем болса сұраймыз бір-бірімізден. Солай ғой. Демек, өз ара біздер үшін ол хош иіс. Дұрыс, жұма намазға, айт намазға, көпшілік жиналатын жерге Пайғамбар саллаллаху алейхи ол сүннет амалы, соны себініп келу керек негізінде. Ал көзге көрінбейтін шайтандар үшін ше. Не екен ол? Өте сасық иіс. Сол сияқты үйіңізге кіретін кезде бисмилля деп Алланың есімін айтып кірсеңіз, ассаламу алейкум деп, әссалам да Алланың көркем есімі. Осылай айтып кірсеңіз үйден, онда жаңағы шайтанның ең жек көретін, өте қатты соққа алатын сөзін айттыңыз сіз. Болды. Бұл енді ары қарай қашып кетті. Көркем есімін, кез келген Алланың көркем есімін айтқан кезде адам, бұл шайтанға өте ауыр болады. Шайтан өте қатты соққа алады сол жерде. Артынан жел шығарып қашады дейді шайтан. Сол сөз естіген кезде. Көрдіңіз ба? Мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннет амалдары, әдеп деп атқан сүннет мұстахабтыр мынаның бәрі. Мысалы біздер кейде жарайды мұстахаб амал екен ғой, әдеп дегеніміз сүннет екен ғой деп оны жеңіл қараймыз да кейде.